Ал, саламатсыздар ма, оқушылар? Саламат папай. Ой, молодец, ақылды. Сен балалар неге тұрмайсыңдар? Тұрамыз, кәнекей. Кәнекей тұрамыз. Кәне тұрсыңдар. Кәне? Орындықта отырсың ғой. Апай келген кезде орнынан тұрып амандасамыз. Кәнекей барлығымыз бірге тұрамыз. Орнынан тұрамыз, оқушылар. Орнынан тұрып амандасамыз барлығымыз бірге. Кәнекей? Саламат папай. Саламатсыз ба? Саламат папай. Саламатсыңдар ма? Ал енді отырамыз. Отырыңдар. Так, бүгін... Ал. Мен только пазлды құраймын. Үлкен үйреніп қаламын мен. Пазлды құрайын? Я. Сен оқушы құралдарың қайда? Дәптерің қайда? Мен только. Карандаш, ручкаларың қайда? Жоқ, мен Бұл саған садик емес қой? Садик емес қой, мектеп қой. Иә? Мектеп қой, иә? Бұлай бола береді деп. Сен қайдан келген оқушы бұл? Бола береді деген болмайды, мектептің тәртібі бар, ол бұл саған садик емес қой. Апай, мен білем жаңадан оқушы келеді. Иә, кім айтты саған? Қайдан естіп қойдың? Мамам айтқан. Мамам айтты ма, бүгін сендердің сыныптарына жаңадан оқушы келеді деп естіп қойды ма? Алып кет деп. Бұл пайдалы деп. Да? Ал давай онда, қазір мен саған мынаны не істеп тастайын, қайтадан құрастыр, шатастырып. Қайтадан бұзда, кәне, жарайды, тыныш отырсам болды бастысы, иә? Осы пазлды сабақ біткенше құрап болатын бол, жарай ма? Так, сіз не істеп жатырсыз? Красавица байдың қызы? Байдың баласысыз ба сіз? Енді кімсіз? Мен байдың қызымын. Байдың қызысың ба? Не сабақ жазып жатырсың? Тоқта. Тақырыпты айтайық та біз бүгін уже. Сіз де ботаник сияқтысыз, иә? Что-то сабаққа уже кірісіп кетіпсіз сабақ орындауға. Солай ма? Апай, Ау, сізден өткен сабақ үйренгенсіз. иә, үйренім. Қазір бізге жаңадан оқушы келеді. Қараңыз, мен сразу тауам. Сен мына жерге отыр, неге партаға қайда кетіп барасың полда? Мына жерге алып келіп құрастыр кәне. Бұл тез. Мына жерге отыр. Иә, отырып партаға отырады оқушылар. Қазір бізді тексереді, директорлар тексереді. Апай. Не ол қалды оған? Кәне, көрсетші. Мен қашқа таққанда менің қолымда. Қайсы? Нау балама көрші балан? Сен неге бұзық боласың? Мен бұзық емеспін. Мамасы келіп ұрсады ол сосын бізге. Менің қызымның қолына ұртыпсың дейді ғой. Сен кешірім сұрадың ба? Сұрамадың ба? Мен сұрайдым. Кешірім сұрадың ба? Ал бізге қазір жаңадан оқушы келеді. Жаңадан келген оқушыны жақсылап қарсы алыңдар, түсінікті ма балалар? Иә. Бұзық болмай, шуламай, өздерінің ақылдылықтарыңды, алғырлықтарыңды көрсетіңдер, жарай ма, иә? Жақсылап қарсы алайық, иә? Жаңадан келген оқушымен қазір танысатын боламыз. Сендер қандай оқушы келді деп ойлайсыңдар? Кәнекей, айтып көріңдерші. Қыз бала ма, әлде ұл бала ма, ер бала ма? Сен қыз деп ойлайсың, сен ше? Неге қыз? Сен кім деп ойлайсың? Білмеймін, мен қайдан білейін, сен дәптерің ғой. Сен айтшы, Марикош, қандай оқушы келеді деп ойлайсың? Қыз ба, әлде ұл ма? Тасын келеді. Тасын. Қандай оқушы келеді деп ойлайсың? Білмеймін. Білмейсің ба? Тыныштал қазір баланы, ой. Мен саған күле берме деймін. Қазір жаңадан оқушы келеді, сосын күлетін боласың берге. Мен қандай сыныпқа келіп қалдым деп айтатын болады. Иә, міне осы Марикош сияқты ақылды оқушы болып отырында. Сен кәне тез құрасайшы енді пазлдарыңды. Пазлдарыңды құра қазір. Неге білмейсің? Саған бізге ер бала келген жақсы ғой, саған серік керек қой ағасына. Неге сен қыз дейсің? Сен жалғыз ғана ұлсың ғой сыныпта. Қасып сасан да консо. Е? 10 баға береді. Конечно, давай. Әкел. Келістік па? Еркекше. Давай. Саған не? Не үшін? Қол береміз ба? Ал, ассаламу алейкум. Ал, давайте, мен қазір жаңадан келген оқушыны сендерге алып келем. Сендер тыныш қана отырыңдар, жарай ма? Жоқ. Жақсы өткені жазымды жаздым. Я молодец, мне күшті жазу Молодец емес. Балёка деген, Марикош деген де қыз ақылды, Ал мен қазір кеттім.
Жаңадан келген оқушыны алып келейін. Ана жақта директордың кабинетінде отыр. Сендер тыныш қана отыратындар. Жоқ, шуалға болмайды. Апай ұстады. Мына жақта камера бар. Камера бар. Жаққа тығып тастаған. Так, сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Сен ғой, біздің сыныпқа жаңадан келген оқушысын. Жүре ғой, мен сені қазір сыныптағы оқушылармен таныстырайын. Атың кім болады сен? Менің атым Амина ғой. Амина, кеттік қазір мен біздің сыныппен таныстырамын сені. Ал, балалар, мен сендерге жаңадан келген оқушыны алып келдім. Есімі Амина. Танысып қойыңдар. Сәлем, менің атым Каусар. Каусар. Мұқаш таныс кәне жаңадан келген оқушымен. Міне келе ғой, мына жерге отыр. Міне біздің Мен жақсы оқитын қызым. қыз деген бұзық екен. Деген бұзық қыз. Ой, якен басы. Кәне отыр мына жерге. Отыр. Біздің сыныпқа келмей жатып бұзық болып жатыр ғой. Каусар, не істейміз? Бізге бұзық. Әй, Амина, отыр кәне тыныш. Сабақтарың қайда сенің? Табақтарым. Сөмкен қайда? Дәптерің қайда? Кітаптарыңды ашыңдар кәне. Қайдан келген оқушымны? Мен вообще-то Дубайдан келдім. Апай. Дубайдан келдім дейді. Балназы. Ой, Каусар. Міне дәптер. Тұра алмай жатырмын. Иә, сабағыңды аш. Жазуымды жазып жатырмын. Сен вообще қолымда? Сыйсамыз тыныш отырамыз Маған кәне. берші ручка. Маған жарайды. Бізде мен сені Амина, кәне мен сені сыныптағы Берме. оқушылармен таныстырам қазір, иә? Не қарай ғой, мына отырған біздің сыныптағы ең ботаник, ақылды, сондай үлгілі оқушымыз. Аты кім? Каусар. Каусар екен аты. Мен Каусаямын. Міне Жансая қызымыз біздің ең ақылды. Өздері рөлге кіріп кете салады, өздері Жансаямын дейді. Біздің байдың қызы, иә, сыныптағы. Кәне көрсетші. Ақшасы қандай оның? Бар. Көп пе? Қанша ақша бар сенде? 2000. Айтшы кәне. 2000 көп. Әне көрдің ба, ақшасы? Қанша болды? Ақшасы бір ақша бар ода. Жоқ, байдың қызы, онда ақша көп бізде. Біздің мектептегі сыныптағы бір түйір, жалғыз түйір ұл баламыз, ер баламыз, біздің арыстанымыз Мұхаммед деген бала, иә? Мұхаммед па? Кәне, танысып қой Аминамен, қолымды алыс. Қол бер Аминаға. Тістеме, ондай бұзып көрсетпе. Кәне. Каусар көмектес. Ара жастыр. Отырамыз, қазір директорлар келеді. Қазір мен сендерге завучи шақырамын. Кәне отырамыз. Амина, отыр. Амина, мен сені қазір директорға айтам. Біздің сыныпқа қабылдамай қоямыз, иә, әйтпесе? Сен өзі жаза аласың ба? Міне біздің ботаник қызымыздың есеп шығарғанын қараңыздар, жазуын қараңыздар. Не жазған екен? 1 қосы 12, 4 қосы 4, 8, молодец, біледі екен өзі. 3 қосы 3 неше болады? 6 болады екен. Молодец, жарайсың, Каусар. Баға қою керек па? Қазір бәрі онлайн ғой негізі, бәрі онлайн. Соткадан, компьютерден қоя саламыз ғой негізі. Жарайды, сен айтқан үшін баған қойып берейін. Маған қызыл пасты керек қой, қызыл пасты. Бойына балаға мешать етпек. Қазір қызыл паста менде мына жақта бар, міне. Жансаяның несінен алдым. Жансаяда бар екен. Бансаяда. 5 деген баға қою керек бізге. Жарайсың деп жазып береміз. Жарайсың емес. Жарайсың. Барайсың деп. Міне, Каусар қызым, ала ғой, жарайсың, ақылды. Бүгінге саған 5. Мынау сыныптағы оқушыларға, қасындағы достарына
осындай сабақ оқуды үйретіп жарай ма? Так, мынау қызымыз, Амина қызымыз не жазған? Апай, Злюкаға. Апай, Злюка. Апай, Злюка деп жазыпты. Апай күшті. Апай күшті. Апай күшті ма? Апай жақсы ма? Я жақсы. Сен айтшы, апай жақсы ма? Я. Неге мына Амина біздің новенький қызымыз апай Злюка деп жазған? Мен оған естім ба не? Так, біздің мектебіміздің, сыныбымыздың ерке қызы Жансая қызымыз бізге қандай тапсырма орындады екен? Так, аяқ салып қойыпты. Жүректер. Молодец! Саған да 5 деген баға қойайын ба? Қане? Мәссаған. Осы ма сен орындаған? Қазір тоқта, мен баға қойып алайын. Қазір мен 5 деген баға қойайын. 5 деген баға. Жақсы. Мінеке, Жансая қызым, ала қой. Так, мынау мен новенький қызға мен 2 деген баға қоямын. Дәу. Сен маңдайына қойып берем қазір 2 деген бағаны. Осындай сөз жазған үшін. Мынандай жазуға болмайды, білесің ба? 0 қойыңыз, 0. 0 қойдың ба? 2 деген баға қойдың ғой. 2. Қазір бір есеп беріп көрейін оған. Шығара ала ма, шығара алмай ма? Есепті шығара алмайтын болса, біз сыныптан қуып жүреміз. Жоқ, мен тек қана есепті жақсы білем. Ана математика болса жақсы білем. Маған тек қана математика ұнайды, басқалар вам жаман. Апай! Наден жаман жақсы, сосын болам 0 қой. Жарайды, 0 қоям. Қазір мен есеп берейін, Апай, мен оған жақсы варттарды үйретемін. Иә, сен сияқты бала керек бізге. Үйрете ғой сен. Қазір мен 1-2 есеп берейін. Шығара алса шығады, шығармаса мектептен қуып жібереміз бұл қызды. Жоқ, 0 қоямыз алақ. Апай, сізге жіберейін. Қаз тоқтаңдар, кезекпен. Осы 3 есепті шығара ма, шығармай ма көреміз қазір. Апай, сізге жүрек салды. Маған жүрек ба? Иә. Күшті ғой, рахмет. Әдемісің, өзің сияқты әдемі екен жүрегің. Рахмет. Отыра ғой, молодец, тыныш отыра тұр. Мынау Аминаны тексеріп жүрек. Иә, барып келе ғой, дәретханаға барып келе ғой. Жансая қызым, не болды? Жансая қызым. Мен ғой сол ниет деген, олай апай Злюка деп жазуға болмайды деп айттым ғой мен оған. Қазір қосу. Мынау мен? Мәссаған. Бұлар сабақта апайға жүрек салады, апайдың суретін салады. Күшті екен өздерінің сабақтары. Давай, тез. Менесім қалды. Тағы 1 минут берем, бол тез. Уақыт жоқ, сабақ аяқталады қазір. Қоңырау болады, тез. Қоңырау болғанша есеп шығарып бер маған. Болмайды. Бол, тез, уақыт. Апай, маған есеп шығарып бере саласың. Саған да есеп. Ой, мен сені білем ғой, сен есепті күшті шығарасың. Ну, жарайды, сонда да бере салайын. Саған. Баға қойыңыз. Қазір ғой, мен балапандарым деген активный болып кетті ғой бүгін сабақ. Қоңырау соқсады, мен қасқа берем. Қаз тоқта, мен қызыл паста бар, мен осымен қоям. Ой, молодец, күшті салыпсың. Жансая күшті. Жарайсың, Жансая. Алдағы айтсал. Так, мынау тексеріп жіберейік. 2 қосу 4-тен болады 6, дұрыс, 7 қосу 7, 11. Жарайсың, есеп шығара алады екен. Біздің сыныпта қалады. Но только сен тәрбиеңді дұрыстау екен. Тәртібінді дұрыстау керек екен сен баланың. Тәртібінді дұрыстамасақ болмайды екен.